Сәлемен каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып біз тірі ағзалардың бөліп шығару дегенді қалай түсінеміз және тірі ағзалар қандай заттарды бөліп шығару мүмкін деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыпта кездесетін терминдер ол бізде несеп, тер, ас қорыту сөлі, өкпе, бауыр, бүйрек және де осындай көмірқышқыл газы, оттегі деген тақырыптарға тоқталып өтеміз. Бұл сөздер біздің бөліп шығару деген сөзімізге, яғни тақырыбымызға қандай қатысы бар екенін бүгін білетін боламыз. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз бөліп шығарудың тірі ағзалар үшін маңызы 7-ші сынып тақырыбы. Енді біз организм шығару жүйесінің мүшелеріне тоқталып өтейік. Адамда, яғни жалпы айтқанда сүтқоректілерде тері, ас қорыту жүйесі, өкпе, зәр шығару жүйесі бұл негізгі шығару мүшелері болып табылады. Ең алдымен теріге тоқтасақ, тері адамның және де барлық сүтқоректілердің ең үлкен мүшесі. Бұл жерде бізде тер бездері орналасқан. Осы тер бездері арқылы біздің денемізден су және тұздар бөлініп шығады. Сонымен қатар ас қорыту жүйесі арқылы ас қалдығы, яғни ас қорытудың соңғы өнімі шығады. Өкпе арқылы тыныс алу кезінде демімізді шығарған кезде сыртқа шығатын көмірқышқыл газы. Және де зәр шығару жүйесі арқылы зәр қышқылы шығады, зәр түзіледі. Мысалы, теріден су, тұздар бөлінеді екен. Бүйрек, яғни бұл зәр шығару жүйесі, бұл арқылы су, тұздар, несеп нәр, зәр қышқылы бөлінеді. Ас қалдығы өкпеден көмірқышқыл газы. Сонымен қатар бауырды да біз жатқыза аламыз бөліп шығару мүшесіне. Одан өт пигменті бөлінеді. Келесі тағы да бізде аммиак деген зат бар. Оны келесі тақырыптарда өтеміз. Жалпы бөліп шығару қайдан шығады? Бізде табиғатта тірі ағзалар энергия алмасу процесі арқылы жүреді. Яғни үнемі өсімдік болсын, жануар болсын, үнемі энергия алу арқылы өмір сүреді. Мына стрелкаларға қарасақ, ең алдымен өсімдікке қараймыз. Өсімдіктер энергияны қалай алады? Олар биорганикалық заттар және күн энергиясын қолдана отырып фотосинтез процесін жүргізеді. Фотосинтез процесі арқылы өсімдіктерде органикалық заттар және оттегі түзіледі. Органикалық заттарды өсімдіктер өздеріне энергия алу үшін қолданса, оттегіні сыртқа бөліп шығарады. Ал сол оттегіні және де өсімдікте пайда болған органикалық заттарды одан кейін оны жануарлар қолданады, яғни онымен қоректену арқылы, тыныс алу арқылы. Жануарлар сол органикалық заттарды қолдану арқылы олардың денесінде ыдырау процесі жүреді. Яғни ыдырау кезінде жануарларда энергия түзіледі және организмге қажетті заттар түзіледі. Ең соңында артық заттар, яғни түзілетін заттар, олар бізде су буы, яғни H2O, су кәдімгі тер болып шығады, көмірқышқыл газы тыныс шығарған кезде шығады және несеп нәр. Сонда осы стрелкаға қарап бізде жалпы бөліп шығару дегеніміз не? Бөліп шығару дегеніміз ыдыраудың соңғы өнімдерін ағзадан шығару процесі. Яғни бұл жаңағы әртүрлі процестер жүргеннен кейін ең соңында шығатын қалдық заттар деп те айтуға болады. Бұл қалдық заттар тірі организмдердің денесінде ұзақ сақталуға болмайды. Егер де ұзақ сақталса, ол улану процесіне алып келуі мүмкін. Және де мына жерде бізде бірнеше тірі ағзалардың қандай мүшелері арқылы сыртқа шығаратындығын көре аламыз. Жануарлар зәр шығару өнімдерін шығару үшін төмендегідей құрылымдарды қолданады. Бір жасушалы организм амеба, кірпікшелі кепше жатады. Ол сыртқы клеткалық мембрана, яғни бүкіл денесі арқылы шығарады. Мальпигий түтікшесі мен трахеялар бұл буын аяқтыларға тән. Буын аяқтылардың бізде 3 классы бар: шаяндар, өрмекшітәрізділер және бунақ денелілер. Оның барлығында өрмекшілер мен жәндіктерде, яғни бунақ денелілерде бізде осы мальпигий түтікшесі арқылы шығады. Ал шаяндарда бізде 2 жасыл без деген бөліп шығару мүшесі бар. Балықтар мен амфибиялар. Амфибия бұл бізде қосмекенділер, құрбақа мысалы. Олар не арқылы шығарады? Бүйрек, бауыр, желбезек терісі арқылы. Бүйрек арқылы зәр шығады, бауыр арқылы, яғни ас қорыту процесінде қолданылатын өт пигменті шығады, желбезек арқылы көмірқышқыл газ шығады, терісі арқылы су шығады. Жер үсті сүтқоректілері. Сүтқоректілерде бүйрек, бауыр, өкпе, тері. Жаңа айтып кеткенімдей. Келесі, енді бізде тағы да енді қарапайымдыларға тоқтала кетсек, қарапайымдылар бізде жер бетінде ең алғаш пайда болған жануарлардың бірі. Бұлардың денесінде ешқандай дамыған мүшелері жоқ. Бұл тек қана бір жасушадан тұрады. Бұның денесінде жырғыш вакуоль арқылы бөліп шығару жүзеге асады. Яғни бұл өзіне қажетті затты осылай жалған аяқтарымен өзіне қоршап алып, одан жырғыш вакуоль түзіледі. Осы жырғыш вакуоль арқылы ол жерде қорыту процесі жүреді. Жырғыш вакуоль зиянды ерітіндіге толған соң олар жиырылып сыртқа шығады. Келесі жалпақ құрттар. Жалпақ құрттардың әрбір мынандай денесінің әр бөлігінде бізде жұлдыз тәрізді жасушалар болады. Олардың барлығы сыртқа шығару саңылауына ашылады, 2 ұзын бойлы шығару өзектеріне ашылады. Келесі жұмыр құрттар. Мына жерде мысал ретінде аскарида. Аскариданың бөлім мүшесі денесінің ортасында бір шығару тесігіне ашылатын бөлу түтікшесі. Ол арқылы зиянды заттар сыртқа шығарылады. Келесі бұлт құрттар, яғни біз білетін шұбалшаң. Шұбалшаң осындай бірнеше сақиналардан тұрады. Әрбір сақинасында метанефридиялар орналасқан. Мына жерде сары түсті. Шұбалшаңдарда әрбір жұп сақиналы жылушы түтікшелер сыртқа ашылады. Келесі ұлулар. Ең алғаш бүйрек пайда болған жануарлар ол бізде ұлулар. Ұлуларда бір немесе кейбіреуінде 2 бүйрегі болады. Олар 14-20 тәулікте бір рет қажетсіз өнімдерді бөліп шығару каналдарынан арқылы сыртқа шығарып отырады. Келесі шаянтәрізділер. 2 жасыл бездері болады. Олар бас бөлігінде орналасқан. Мұртшалар арқылы сыртқа ашылады. Өрмекшітәрізділер мальпигий түтікшесі арқылы шығарылады. Балықтар ол бізде таспа тәрізді бүйрек. Сонымен қатар бұл жерде балықта бөлінген зат тері немесе желбезек арқылы сыртқа шығарылады. Көбінесе балықтар аммиак бөліп шығарады. Себебі аммиак ол өте қышқыл және суда тез еруге қабілетті. Сүтқоректілер бізде осындай толық дамыған зәр шығару, зәр түзу жүйесінен тұрады. 2 бүйрек, несеп ағар және қуық. Бүйректе қан түзу арқылы бізде зәр түзіледі. Ол қуыққа тамшы болып жиналады. Құстарда қуық болмайды және де оларда клоака болады. Зат алмасу өнімі кристалл түрінде бөлінетін несеп қышқылы қою болады. Қосмекенділер қан сүзіп несеп түзеді. Құрамында несеп нәр бар. Несеп бүйректен несеп ағарлар арқылы қуыққа ағады. Клоака арқылы сыртқа шығады.